Бәріңізге сәлем. Бүгінгі видеода молочная девочка тортын дайындаймыз. Бұл рецептпен мен өзім уже бірнеше жыл тапсырыс қабылдап істеп жүрмін. Кремі мороженый сияқты воздушный болатын өте дәмді торттардың бірі. Осы видеоны соңына дейін көріп шығыңыздар, барлығын толық түсіндіремін. Ең алдымен бисквитіне холодильниктен алынған сапалы сгущенкамызды саламыз. Оның үстіне сары майымызды бөлме температурасындағы және холодильниктен алынған 2 жұмыртқамызды саламыз. Үшеуін миксермен біріктіреміз, араластырып. Осының үстіне жоғары сұрып ұн мен разрыхительді бірге саламыз, миксерлейміз. Бір 5 минуттай миксерлеу керек, өйткені біздің массамыз кішкене ағарып, осы көрсетілгендей болу керек. Біздің бисквитіміз 7 слой болады, соның енді пергаментін дайындап аламыз. Осылай диаметрі 21-22 сантиметрлік болатын, өздеріңізге ыңғайлы любой ыдыспен, карандашпен сызып аласыздар. Сосын карандаш астына қалатындай етіп пергаменті аударып қоясыздар. Міне осылай 7 қағазымызды дайындап аламыз. Сосын бағанағы массамызды 7 бөлікке теңдей бөлеміз. Әр бөлікте бір 85-86 граммнан тиеді. Енді мен өзім негіз өлшемеймін, көз мөлшермен жасаймын, үйренгендіктен. Ал егер сіздер бірінші жасайтын болсаңыздар, онда өлшеп барып істегендеріңіз дұрыс. Осылай барлығын жаңа сызыққа дейін жеткізіп, бұлай қасықтың көмегімен бір келке етіп жайып шығамыз. Ортасы қалың болып қалмау керек. Біздің қамырымызды пергаментке салып бастаған кезде печканы 200 градусқа қойып, қосып қойған дұрыс, қыза береді. Енді осылай слойларымызды жасап болғаннан кейін шетінен пісіріп ала береміз. Осылай ыдысымыздың артқы жағында пісірген ыңғайлы. Слойды алып салған кезде жаңа майысып кетпейді. Енді дайын болған корждарымызды бағанағы сызып алған ыдысымыздың көмегімен қайтадан тегістеп кесіп аламыз. Ал егер сіздер жаңағы вафельный крошкамен қаптайтын болсаңыздар, немесе бұлай обтяжка жасамай қалдыратын болсаңыздар, онда кесудің қажеті жоқ. Енді кремін дайындаймыз. Холодильниктен алыну керек. Біздің сливкимізді, сгущенкамызды екеуі де сап-салқын болу керек. Екеуін өлшеп салып аламыз. Содан кейін осының үстіне қантымызды саламыз. Сөйтіп, осы үшеуін миксердің төменгі жылдамдығынан бастап, асықпай көтеріп отырып миксерлейміз. Жылдамдығын асықпай көтеру керек. Бірден қатты жылдамдыққа қоюға болмайды, сливкиларыңыз май болып қалады. Формасыны жақсы, күшті ұстағанша миксерлейміз. Креміміз дайын. Енді осының үстіне 20% қаймағымызды саламыз өлшеп. Сметананы, сливкиді өлшеген кезде 1-2 грамм разница болуы мүмкін, ол қатты маңызды емес. Енді осылай венчиктің көмегімен кішкене араластырамыз, қатты көп емес, өйткені креміміз отырып қалмау керек. Қалғанын лопаткамен астынан үстіне қарай араластырамыз кішкене. Креміміз дайын болды, енді тортымызды жинауға кірісеміз. Ең астыңғы слойға кішкене крем жағамыз. Тортымыз жылжып кетпес үшін. Міндетті түрде кальцода жинаймыз, егер торттарыңыздың шеті тегіс болуын қаласаңыздар. Біз сыртындағы тортты қаптау үшін бір 315-320 грамм крем алып қалуымыз керек осыдан. Ал қалғанын слойларына бөліп жағамыз. Мен енді оны өлшеп алып қалмадым бөлек ыдысқа, өйткені көз мөлшермен қалдырамын. Ал егер сіздер аз қалдырып қоямын десеңіздер, онда бөлек ыдысқа бөліп алып қойыңыздар алдын ала. Ал қалғанын осылай әр слойға бір 2 толтырып 2 столовый ложкадан салып кремін жағып шығамыз. Енді мені соңғы слойымызды қойып болғаннан кейін кальцомызды аламыз да, бір жұқа слоймен тортымызды бір қаптап шығамыз.
Өйткені мына бисквиттің майда қоқымдары болады, сол бізге обтяжка жасағанда мешать етпеу керек. Сондықтан осылай бір жұқа слоймен қаптаймыз да 15 минутқа кремді де тортты да холодильникке салып қоямыз. Мен осы видеода сіздерге салмағы 1,2 килограмм болатын торттың жасалу жолын көрсеттім. Ал енді сіздер бұл молочная девочканы тағы көбірек адамға жасайтын болсаңыздар, мысалы уже салмағы көбірек болу керек. Соған сай мен бүкіл құрамдарын описаниеге жеке-жеке түсіндіріп жазып кетемін. Сол жерден қарап оқып көрсеңіздер болады. Міне бізде 15 минут өтті. Енді қалған кремімізді полный тортқа барлық жеріне жағып шығамыз да жаңағы шпательдің көмегімен тегістейміз. Бұл крем балмұздақ сияқты нәзік болғандықтан жылы жерде тез жұмыс жасап холодильникке салу керек. Тортымызды тегістеп болдық. Енді қалған шеттерін осылай тазалап аламыз. Салфеткамен сүртеміз. Енді осы тортымызды холодильникке 2,5-3 сағатқа қоямыз. Содан кейін барып украшение жасаймыз. Тортымыздың жасалу жолы осындай. Бұл видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да басқа күшті рецепттерімді көре алуларыңыз үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.